Салам алейкум достар. Бүгінгі видеода біз вампир айтатын боламыз. Және де бұл кезде Луфи естіп қалып жүрген кезде оның алдынан тигрмен аю шығады. Сосын ол кетіп бара жатып, ұрлаушылардың өздерінің ақшаларын және де бір затты көріп қалған сәтте көліктер қышып таласатын адамдар екендігін көреді. Және де соларға Эйс келіп бәрін көтін айратты. Луфи өзі мусоркаға жетеді де Сабо мен Эйсті көріп қалады. Сол кезінде Сабо мен Эйс өздерінің ақшасын көріп қойған Луфиді көреді де тезірек Луфиді байлап тастауды шешеді. Байлап тастайды да Эйс оны өлтіріп тастайық деген кезде ол суға лақтырмаңдар деп жылайды. Ал содан кейін Блюджанның командасындағы адам, оның аты Питағас екен. Және де ол өз адамы үшін кек алуға келіп, Луфиді ұстап алады да екіншісімен екеуі боқтасып қалады. Сосын Луфиді ол амп еткізеді. Мына балтаға Блюджанның командасынан ешқайсысы шыдамайды болғандықтан, сондықтан ол кастетпен айыра бастайды. Ал сосын ол Эйстар ақшаны жасырып біткеннен кейін Сабо оған Блюджанның пираттар кемеген Луфи сындықты айтпады дейді. Сонда Блюджан өзінің ақшасын кесіп жатқанына уайымдайды. Сосын Питағас кешкенін Луфиді ұрып тастайды да не нахуй деген сөзін айтып қалады. Сол кезде оған ол нахуйламашы деген кезінде уже Питағасын үн-түзіліп пышақпен кескен Луфилар келеді де оған шексейін дейді. Шын айтқанда Луфилар емес, Эйстар. Сосын Сабо шегінуге ұсыныс жасайды, сосын бірақ Эйс бас тартады да так әйтсе деги Данияр тарапы сияқты. Олар Даниярдың айырылып қалғанын көреді де Даниярды ханада атып тастайды. Сосын олар отырады, Апачи отырады деп айтып жатсам, Эйс отырады. Ол қорқып кетіпті Луфи, ал ол болса неге шындықты айтпадың деген кезде мүлдем дос боламаушы едік дейді. Ал Эйстің одан сайын жанысы кетіп кетеді. Ал бірақ кенеттен Луфидің себебі менің ешкім жоқ. Содан кейін ол жалғыздықты төсінеді. Бәрін ақ деген сөздерін айта бастайды. Сосын Луфилар аңнан келіп ұйықтап жатады. Сосын олар қысты мезгіл басталып, жолы далаға шығады. Олар аюды кездестіреді. Аюға қарсы Сабо келіп тұрады. Сосын Эйс оны маңғып кіседі. Және де аюға бір балта тиеді де оны Нагуро есімді шал қуып жібереді. Және де ол қайтып кетеді үйіне. Қайтып барамын, я домой дейді. Сосын Нагуромен сөйлесіп жатқан кезде ол Голди Роджермен төбелескен адам болып шығады да ол сол жерде Эйсті сайып алып кетіп қалады. Сосын Сабо болса оған Эйстің Голди Роджердің баласы екендігін айтады да және ол Голди Роджер туралы әңгіме кетіп қалатындығын айтады. Сондықтан оған Голди Роджер туралы айтпа нахуй дейді. Сосын олар түнде өздері үйіне келеді. И потом олар үй салбаған негізінде айтпақшы. Олар үйге келген кезде Луфи сразу Эйстің папасы туралы сұрайды Голди Роджер. Сөйді оны амп етеді. Сосын Сабоның әкесі жүреді де ол Сабоны іздеуге біледі. Олар сосын кетіп бара жатады. Ал содан кейін олар Нагуромен кетіп бара жатады да Сабо әңгімен соғып жүреді де сосын алдыларынан Луфи шығады да Нагуромен дайындалдым деп айтады да оны тек қана соғысын көрсеткен кезінде Нагуро сөйді Нагуро оны тек қана бұл жерде қадайту техникасы екендігін айтады. Ал сол кезде Эйсті оған сен Голди Роджер туралы не деп ойлайсың деген кезде оны белсенді жақсы адам деп ойлаймын деді. Ал оны кездеспеген адамдар оны көре алмай оны істейді дейді. Ол кезінде Голди Роджермен төбелесіп
пираттар өлтіретін болғандықтан ал ол Нагуруді өлтірмеген. Сондықтан да ол оны бағалайды және де оның мықты сенеді екен. Ал оның баласы мен болсам ше дегенде ол оған оның өмірі қиын болушы еді дегенде бітіспекші болған кезде көйтіп айырып жібереді. Бля, қойшы деп тұрады. Анағы шалдың аты хан атаның туған атасы хан баба екен. Сосын олар сөйлесіп тұрады да өзінің қайығын жөндеп берілер дегенде. Сосын олар Гоба патшалығына Сабаны ұсталғанын көреді де оған драгон көмектесіп тұрады және де ол драгоннан бұл қала тұрғындарының жаман екендігін айта бастайды. Олар төбелесіп жатқан жеріне Блюджан келеді де енді бұл арал жоқ екендігін сызып тастайды. Картамен көрсетеді де бұл жақты өртедік дейді де Саба болса өзі түрмеде отырады да Эйс болса маған дегенді өлтірейін деген кезінде ол жерде королевская воляны қосып жібереді де Эйс бәрін талдырып тастайды. Сосын уже жынысы келген Блюджан оны атайын деген кезінде дадан келеді де білетін нахуй дейді. Сосын олар төбелесе жөнеледі. Олар содан кейін дадандар жеңіп кетеді де сосын олар бір аюға қарсы шығады. Сосын олар жеңіліп қалады. Ал Саба болса өзі қайықпен мініп кетіп қалған екен. Сосын ол жылайды да Луфи үшін бұл қайғылы және де ол кішкентай екенін біліп тұрып аңдармен төбелесуге жібергеніне шошады. И потом олар өздерімен өздері жүріп Эйс 17-ге толады да ал Луфи 14-ге толады да 3 жылдан кейін өзі де шығатындығын айтады да даданың көңілі босап кетеді. Уже келесі жолы Луфи да барып 17-ге толады да ол да іс сапарына кетуге даданға уже сәлемін айтады да уже дадан қайтадан көңілі босап кетеді. Сол кезінде ол ана жолғы драконды айырып жібереді де өзінің сол накамалары бар екен. Өзінің Эйс үшін қайғылы сезінеді де сосын ол жерде вице-адмиралды барып дадандар тұратын ауылға келеді. Ол жерде табличка орнатып тастайды. Сосын оған дадан қай бетіммен келдің деп ұрсып тұрады да оған сен мына неге көмектеспедің деп айғайлайды. Оны Маким айтады да бұл Гарп үшін де ауыр болғандығын айтады. Ал ол негізінде білек болды. Серьезно. Сол кезінде Эйстің бақырғанын есіне тұрып, Эйс бұл вообще-то Луфи үшін ауыр болды дегенде Макимнің есі түскеледі де ол Эйсқа боқтамайды үйретіп жүрген кезін есіне салып жібереді. Содан кейін бері әлі жүр екендігі белгілі болып, Гарп болса одан кешірім сұрайды да өзінің міндет арқылы істей алмағандығын айтады да дадан оған Луфиға мықты бол деп айғайлайды да сол жерден бітеді. Сосын Марко мен Шанкс тұрады да Марко оған рахметін айтады, ал Шанкс болса нағыз еркек ауыртпашылықты көргеннен кейін еркек болады дейді де өзінің сөздерін айтады да сосын Луфи әрі қарай жындана бастаған кезінде Джинбей оны тоқтатады да оның жарасы ашылып кетсе өлесің дейді де оған өзін айта бастайды. Сосын ол оған біткендерің осы болады деген кезінде ол өзінің накамалары барын есіне түсіреді де Санджи, Нами, Усоп, Санджи дейді де өзінің накамаларын есіне салады да Луфи деп бәрі айтқан уже көңілі босап накамаларын дейді де ол өзінің мықты өзінің уайымдап жатқанын түсінбей қалады да маймылдар бәрі қашып кетеді. Сөйтсе бұл жақта Дракул Михолук тұрады екен. Михолук келді де Чопердің оқиғасын көрсетті, сөйлей алатын жануарды пісірмейміз деген шешімге тоқталады да оны өлтіру жоқ дейді де олар өздерінің есін таныстырып жүреді.
олар уже құстармен төбелесейін деген кезінде, олар шайқас басталайын деген кезінде уже болды. Сосын басқалардың оқиғасын көрсетті, Рейли мен Луфидің дайындалып тұрған жерін көрсетті. Оған Луфи бір естиді де, потом оның тілден айырылып қалады. Сосын оған ол өзінің күшін айтып береді. Бұл аспан аралында мантра деп аталатын бақылау волясын көрсетеді. Және де оған ол логияларға жақсы істейтін қорғаныс волясын көрсетеді. Және де оны жақсы меңгеріп алсаң соққы ретінде қолдануға болады екен. Ол солардың бәрін өз жекпе-жектерінде көргендіктен түсінеді. Деді соларды үйрене алмай жүрген. Сол кезде Смокерді және де Аокиді айырам деген жоспарын құрып алады. Сосын олар барлығы жекпе-жекке өздерінің күштеріне қосылады да, и потом ол Рейли оған қайтадан бір күшті айтады да, оның аты Королевская воля дейді. Сосын Луфи өзінің 2 жылға жоғалып кетеді. Олар Санджи солар жүреді де, сол жерге бізде Рейлиді көрсетеді, және де Брок өзінше фанаттарын жинап алып, және де ол жерден қашып үлгерген екен. Біләнімнен деген кезінде оларды Бас деген бір герой өтіп отырады да, және де ол өтірік Луфилар командасына қосылған новичок черт екендігі белгілі болып, өзінше бәрін өлтіре бастайды да. Луфи кім көп дозорды өлтіреді, соны орынбасар қылып алатындығын айта салады да, сол жерге пацифисттар келеді. Пацифисттар оның Демаро Блак деген 20 миллион тұратын пират екендігін көріп, оны айып тастайды да. Сосын олар бәрін алданып жүрсіңдер, ойнақ не қарамайсыңдар, Луфиді осы шақ. Бәрі сосын оянып, олар су астындағы бір нәрсеге түскетіп, жанартауларға атылайын деген кезде, бірақ қана олардан тастар олай бастайды да, Робин оның қолын түсетті де, ол қысымнан қысылып өліп қаласын деп түсіндіреді. Де, оған вообще көтіліңді қысып істен деген. Sonra da кішкене түсінеді де, потом олар аспанға кетеді.